Сәлем YouTube көрермендері, арнаға қош келдіңіздер. Бұл видеода стоп-кадрды қалай жасауға болады, стоп-кадрды не үшін қолданады, осы тақырып бойынша пайдалы ақпараттармен өз практикаммен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарасаңыз, сіз де стоп-кадрды оңай жасайтын боласыз. Стоп-кадр кадрды тоқтату, қимылсыз кадр деген мағынаны білдіреді. Кейде видеоны жасау кезінде маңызды сәтін бөлек көрсету үшін белгілі бір кадрда бірнеше секундқа тоқтатқыңыз келеді. Бірақ қалай тоқтатасыз? Не үшін? Мысалға, мына фильмге назар аударсаңыз, фильмнің басында стоп-кадрды қолдану арқылы фильмнің маңызды сәттері мен фильмге қатысқан мамандардың, кейіпкерлердің аттары ерекшеленіп көрсетілген. Стоп-кадр арқылы көрермендердің назарын бір сәтке болса да қарата білді. Және де стоп-кадрды жиі фильмнің соңында қолданады. Музыкалық клиптерден де көп көруге болады. Мұндай техниканы көптеген адамдар қолданады. Өйткені бұл қарапайым әдіс бейнеңізге жақсы әсер береді. Бұл техниканы сіздер де жасай аласыздар. Бүгін мен сіздерге стоп-кадрды CapCut қолданбасында қалай жасауға болатынын көрсетемін. Ал сіздер ол үшін видеоға лайк басып, каналға жазылмасаңыз жазылып, комментарийге пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше видео сабақты бастайық. CapCutқа кіріп, новый проект дегенді басып, галереядан видеоңызды таңдап, добавить дегенді бассаңыз, видеоңыз негізгі дорожкаға түседі. Соңындағы CapCut белгісін алып тастаңыз. Видео форматын белгілеу үшін көрсетілген белгілерді басып, қажетті өлшемді белгілеп сақтаңыз. Білесіздер, әр желінің форматы әртүрлі болып келеді. YouTube-қа видео жүктейтін болсаңыз, 16:9 немесе 9:16 деген форматты таңдайсыз. Келесі қадам, стоп-кадр жасайтын кадрды таңдаңыз. Кадр үстінен басып, төменгі құралдардың арасында зависание деген құрал бар. Соны бассаңыз, 3 секундтық кадр пайда болады. Осы кадрдың үстін басып, шетінен созсаңыздар созылады. Қанша секундтық кадр керек? Осылай созу қысқарту арқылы кадрдың ұзақтығын өзгерте аласыз. Ең қысқа кадр 0,5-0,7 секунд болғаны жақсы. Қандайда бір сөз жазатын болсаңыз, текст дегенді басыңыз. Және добавить текст дегенді басып, қандай тақырып жазасыз, жазыңыз. Жазу үлгісі ұнамаса, шрифт дегенді басып, өзіңізге ұнаған жазу үлгісін таңдай аласыз. Стиль дегенді бассаңыз, әртүрлі түстер шығады. Ұнатқан түсіңізді таңдап сақтаңыз. Текст үстінен басып, қай жерге қойғыңыз келеді, қажетті жерге апарыңыз. Кадрға өзгеріс беру үшін фильтр дегенді басып, өзіңізге ұнаған фильтрді таңдап сақтаңыз. Фильтрді да дұрыс таңдай білсеңіз, бейнеңізге жақсы эффект береді. Осымен видео дайын. Қалай шыққанын қарап көрейік. Стоп-кадр көрермендерге ең маңызды сәтті бөлек көрсетуге көмектеседі. Көріп тұрғаныңыздай, жай ғана бірнеше құралды пайдаланып, осындай видеоклип жасай аласыздар. Бейнеңізге өзгешелік, ерекшелік беру өзіңіздің фантазияңызға, шеберлігіңізге де байланысты. Стоп-кадрға ұзақ текст жазудың, көп стикерлерді қолданудың қажеті жоқ. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.